Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Райхан. Бүгін ауызашарға арналған өте дәмді әрі ерекше болып шығатын кәуаптың рецептімен бөлісемін. Қонақтарыңыз таң қалатын болады. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: бірінші тауық еті, яғни грудинка. Тазалап жуып аламыз, сосын оларды осылай квадрат қылып тураймыз. Қоспаларымызды қосамыз. Мен бір ас қасық қара бұрыш, бір ас қасық қызыл бұрыш, дәміне қарай тұзымды қосып араластырдым. Сосын аздаған майонез және кәуапқа арналған қоспамды қостым. Маринаттауға маған 3-4 сағат уақыт жетеді, ал сіздер бір түнге қойсаңыздар да болады. Сосын маринатталған тауықтарымды алып, осындай таяқшаларға салдым. Қызып тұрған табаға майымызды құйып, осылай кәуаптарымызды екі жағын толығымен қуырып аламыз. 5-6 минут уақыт жетеді. Сәндік үшін мен лаваш нанын пайдаландым. Міне достар, біздің кәуабымыз дайын болды. Сәндік үшін огурцы, помидор, пияз және укроп қоссаңыздар болады. Ас болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.